Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан. Бүгін біз сіздермен көптеген отырыстарда орындалатын армандастар әнін укулеледе тартып үйренетін боламыз. Ең алдымен сіздер видео бастамас бұрын осы видеоға лайктарыңызды басып, менің арнамның дамуына үлестеріңізді қосып, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Ендеше біз разборымызға кеттік. Ең алдымен бізге АМ, ДМ, Ж және де С деген 4 аккорд қажет болады. Реттілігімен келгенде бізде ең бірінші аккорд ол АМ аккорды. АМ аккорды бізде екінші ладтың 4-ші струнасына қойылады. Екінші аккорд бізде реттілігімен екінші орындалатын аккорд болады, ол бізде ДМ аккорды. ДМ аккорды бірінші ладтың екінші струнасына, екінші ладтың 4-ші және де 3-ші струнасында орналасады. Үшінші струнасында орналасады. Үшінші аккорд бізде реттілігімен келгенде үшінші орындалатын аккорд, ол бізде Ж аккорды. Ж аккорды бізде екінші ладтың 3-ші және де 1-ші струнасы, 3-ші ладтың 2-ші струнасына қойылады. Және де бізде ең соңғы аккорд реттілігімен келгенде 4-ші орындалатын аккорд, ол бізде С аккорды. Ол ең жеңілі десек те болады. Ол 3-ші ладтың 1-ші струнасына қойылады. Келесі кезекте бізде орындалатын ол бой, яғни қағысы. Бізде бой былай болады. Достар, мінекей біз аккорды мен бойын үйрендік. Бізде сол екеуін қосқанда осындай музыка шығу керек. Әнмен айтқанда осылай болады. Бір дәуірдің түлеп ұшқан жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір жазылмаған дастан едік, армандастар, құрдастар. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен? Мінекей достар, біз өзіміздің разборымыздың соңына да келіп жеттік. Сіздер музыканы толықтай және де анық түсінікті үйренді деген ойдамын. Сіздерге осы видео ұнаса лайктарыңызды басып, менің арнамның дамуына үлестеріңізді қосып, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Ендеше осы видеоны көргендеріңізге рахмет. Қош, сау болыңыздар.